Райзенда претендентский бой болу керек еді. Мен өзім сниматься еттім денсаулығыма байланысты. Салмақ қумай таза жекпе-жекке көңіл бөлем деп шештім. Мен 2 жылда 8 жекпе-жек өткіздім. Қайта проблемалар басталды. Денсаулығым проблема. Былтыр грижадан емделдім. Мына сол қол, жұдырық жігіттер, пацандар и қыздар, я видел столько нокаутов на жұдырықпен сол қолмен. Мен ертең звондасам дайымын деп уже арғы күнге олар уже бой береді. Шетелдегі спортсмендердің выступающий Райзенда шығып жатқан арасында топ 5-ке кірем деп ойлаймын, танымалдық жағынан. Қазіргі уақытта мен өте өзіме қатты мақсат қылып отқаным ол лиганың поясын алғым келді. Райзен. Алла жазса осы 26-27 басында алам деп ойладым. Қаршыға, салам алейкум. Алейкум ассалам. Шым қаласына келіп, по-любому сенен кездескім келген. Қайдасыз, не істеп жүрсіз? Так, бүгін, құрметті ағайындар, бүгін 7 ақпан күні. Сағат қазір 20:32, 1,5 сағаттан кейін менің поездым. Қаршыға меня отвезет на вокзал, құдай қаласа. Так, по-моему, осы қашан, январь айында ма? Қашан сен жекпе-жегің болу керек еді? Бірақ сенде жарақат алып. Осы бүгін 7 наурыз күні жекпе-жегім болу керек еді. Так. Бүгін жекпе-жекке шығуым керек еді. Так. Осыдан Райзенда претендентский бой болу керек еді. 66. 61 килограмм. 61. Мен өзім сниматься еттім денсаулығыма байланысты. Врачтармен ақылдастым. Давлением түсіп кетті. Давление. Не себебі? Себебі причинасын переутомление дейді. Нагрузка жасап көп. Енді түсінбедім, мен өзімді мысалы қанша жылдан бері тренировка істеп жүрмін. Бірінші рет бұндай жағдай болды. Спорт болғаннан кейін болып тұрады. Ничего страшного деп ойлаймын. Алдағы уақытта восстановить болғаннан кейін қайтып жаттығуға кірісемін. Так, ол может быть весогонка үшін? Сен все-таки 61-ге кеттің. Енді весогонкадан деп ойлайын десем, біз әлі ол уақытта бойға ұзақ уақыт бар еді, шамамен 1-3 аптадай қатты диета ұстап уже бастаған жоқ едік әлі. Примерно салмағым 68-69 кезде менде давлениемен проблема басталды. Сол себептен бойдан врачтардың не деп жатыр? Не үшін? Не үшін деп жатыр? Почему солай? Енді қазір уақытта точно айта алмаймын. Қазір 10 күндей, 14 күндей лечение алдым. Қазір жақсы болдым. Өзім жақсы сезініп жүрмін. 2-3 күнде дайындық қайтып жалғастырып бастаймын деп ойлап отырмын. Так, смотри, сен, мен шатаспасам, Райзенда, по крайней мере, 3 жекпе-жегіңді, соңғы жекпе-жегіңді 66 кило салмақты өткіздің. 3 жекпе-жекті, по-моему, или қанша? Райзенда болғанда жалпы мен Японияға барып төбелескелі 2024 жылдан бері бастап бәрін 66-ға төбелестім. 66. Жалпы 5 бой өткіздім. 5 бой, даже 5 бой. 6 жекпе-жек өткіздім. Біреуі не состоявший болып қалды. И 5-еуі победа, бәрі 66-та, 6 жекпе-жекте. Неге себепті 66-ға ауыстым деп айтатын болсам, мен 2023-те спортты кішкене карьерамды тоқтатып, басқа бір кәсіптермен айналысам деп жүрдім. Сол себепті қайта спортқа келем деп шешім қабылдаған кезімде мен ойлана келіп, салмақ қумай таза жекпе-жекке көңіл бөлем деп шештім. Организмді біріншіден жасым келді, екіншіден салмақ қуу процесте жас келген сайын қиын. Сол себепті мен бүкіл күшімді весогонкаға арнамай, эконом, мысалға көп салмақ қууға энергия кетпейді. Зато көп төбелесем деп шешім қабылдап, мен 66-ға ауысқан себебім 23 жыл. Сол кезде мен дұрыс шешім қабылдадым деп ойлаймын өз басым. Өйткені 23-те сол 66-ға өткелі мен 2 жылда 8 жекпе-жек өткіздім. Осы соңғы 1 жылда мен 61-ге ауысам деп қайта чемпиондық бойға шығамын деп дайындалғаннан кейін менде қайта проблемалар басталды. Денсаулығым проблема. Былтыр грижадан емделдім. Сол себепті қазір уақытта қайта ойланып, жақын арада дұрыс шешім шығады деген ойдамын. Все-таки 60 бар. Енді қазір бүгін нақты айта алмаймын. Бірақ 2-3 күнде ақылдасатын адамдар бар, тренерлар бар, менеджерім бар. Бәріміз ақылдасып
көріп жатамыз. Ну как будто былай мен сен жекпе-жектерін көріп жүрдім, как будто все-таки 66 келді, ана сенің қарсыластарың прям реально үлкен болды саған қарағанда. 66 действительно 66 килограммда мен соңғы жекпе-жектердің бәрі қарсыластарым бәрі үлкен болды деп айта аламын. конкретно прям көрінді ол. Біріншіден мен салмақ аз түсіремін, екіншіден мен бойым қысқа. Сол себепті олар үлкен болып тұрады. Бірақ физикалық жағынан мен өзімді қатты әлсізбін деп есептемеймін. Менің преимуществом ол жерде тез восстановление. Мен қатты салмақ қумағандықтан восстановление жақсы болады. И 3 раунд мен бірденмен төбелес шығуыма возможность бар деп айтуға болады. 61-ге салмақ қуатын болсаң, біріншіден мощь кетіп қалады деген ойлаймын. Екіншіден 66-тағыдай мощь болмайды, күш болмайды. 3 раунд может басқаша төбелес болады ма білмеймін. Қаршыға, сен мына сол қол, мына жұдырық жігіттер, пацандар и қыздар, я видел столько нокаутов мына жұдырықпен сол қолмен. И оның бәрі 61 келіде болды ғой, бро. Жоқ. Мен карьерам бастаған кезімде самый жесткилар енді 61-де болды ғой. 66-та. 66-та? Чего-то я, значит, не понимаю до сих пор. Мен карьерам бастаған кезде, Алаш Прайдта төбелес бастаған кезімде мен салмағым 67 килограмм шығатын. И мен салмақ вес гонять етпеймін, өзі допуск деген нәрселер болды 10 жыл бұрын. Допускпен 67 килограмм шығып, 66-ға төбелес жүре беретін. Көп нокауттармен, карьерам басында тяжелый нокауттардың бәрі болды. Сол уақыттарда мен 67-68 кило шығып, 66-ға төбелесетім. Кейін ACA-ға барған кезімде 1-2 бой, мен 61-ге көп төбелескен жоқпын. Бір 3 бой ма, 4 бой төбелестім деп айтсам болады. 22 бойдың 4 бойын 61-де өткіздім, қалғанын бәрі 66-да өткен. Но все равно как будто бы 66 келіде ана японецтар сенен прям действительно крупнее болып көрініп тұрады. Солмен ұрғанда что-то құламайды. Енді спорт біріншіден. Одан кейін үлкен кішкентай деп қашып қазір өзімнің денсаулығымды қайтып порт етуге жалайым жоқ. Кейін қазір нақты восстановление жасап, өз-өзім қайта келіп алғаннан кейін шешім қабылдаймын. Мүмкін 61-ге төбелесем, мүмкін 66-ға төбелесем. Алдағы уақытта көріп жатамыз. Диетологың бар ма сенде? Осы жекпе-жекке менеджерім Саят Абдрахманов бір диетолог тауып берді. Сол диетологпен жұмыс жасап жатқанбыз негізі осы бойға. 61-ге салмақ түсіріп жатқан кезде көмектесіп жатқан. Кішкене сол біз кеш қосылды да ол диетолог. Изначально бір 2-3 ай алдын полный лагерь 3 ай болса, ол 1 ай, 1,5 ай қалған кезде қосылды. Изначально 2-3 ай бұрын бірге жұмыс жасап бастағанда бәрі идеально болды деп ойлаймын. Солай істемейсің, брат. Келесі енді қазір танысып білдік қой енді. Келесі жекпе-жекке дайындалған кезде Алла жазса енді бірге жұмыс жасаймыз сол диетологпен. Иншалла. Так, енді қашан ораласыз енді вообще? Примерно хотя бы. 2-3 айда деп ойлаймын. 2-3 айда. Ана жақта Япониядан бір хабар бар ма? Японияда ажиотаж қазіргі уақытта соңғы жекпе-жектерім өте қызық болды. Былай айтқанда бірнеше медийный жігітті жеңдің ғой сен. Местный звездалардың 2-3-еуін ұттым. Ажиотаж қалыптасып, фанатский база қалыптасып жатқаннан кейін ол жақта да көп күтеді. И мен ешқашан соперник таңдаған емеспін осы уақытқа дейін. Бірінші кімді жібереді, постоянно келісіп, сонымен төбелесемін. Сол үшін олар маған всегда бой отказ бермеген. Любой время қай уақытта шығам десем де, постоянно бой тауып береді. Ешқашан мен күттіргізіп, 6 ай, 7 ай күттіргізбеген. Так что мен ертең звондасам дайымын деп, уже арғы күнге олар уже бой береді. Вот так солай екен. Олар мен бойыма деген ожидание өте жақсы. Шетелдегі спортсмендердің выступающий Райзенда шығып жатқан арасында топ 5-ке кірем деп ойлаймын мен танымалдық жағынан. Алхамдулилля. Сол үшін енді Аллахтың қалауымен фанатский база болғандықтан лига всегда қарсы болып тұрмайды, всегда бой береді. Так, мен бірнеше рет сенің инстаграмыңдан или кім Мұраттың инстаграмынан көргем, Ержанкінді тоже. Сол жақта жүргенде өзде біздің қазақ бауырымыз бар, сумоға қатысатын. Осы туралы, сол жігіт туралы айтшы, сумоға қатысады, қалай қарсы алды, бәрі осы тоже интересно. 2024 жылы бірінші таныстық, өзі хабарласып, сөйтіп күтіп алып, содан бері хабарласып, сөйлесіп, араласып тұрамыз. Барған кезде
қажетіміздің бәрін тауып беріп көмектесіп тұрады. Красавчик. Ол да өте атақты сумоистердің бірі, элитный дивизионда күреседі сумода. Ерсін Балтағұл деген. Ерсін, Ереке, ассаламалейкум. Қателеспесем Алматының Нарынқол жақтан өзі. Ойбай, албан шығар. Может быть, даже родственник Ереке. Өте жақсы жігіт, қарапайым, одан да басқа қазақ жігіттер бар. Моңғолиядан қазақтары бар, студент жігіттер. Олар да жазып хабарласып тұрады. Жекпе-жегіңіз болатын кезде қашан болады, қай уақытта болады, келіп көреміз деп қолдау білдіріп тұрады. Барлықтарына рахмет. Ерсінен бөлек сол жақта жұмыс жасайтын жігіттер бар, қазақ жігіттер. Олар да келіп бойымды көріп тұрады. Оларға да рахмет. Қажетіміздің бәрін тауып көмектесіп тұрады қолдарынан келгенше. Так, енді соңғы сұрағым сізге, Қаршыға. Міне, былай қарайықшы, 5 жылдан кейін өзіңді кім болып көріп тұрсың? Енді қазіргі уақытта мен өте өзіме қатты мақсат қылып отқаным ол лиганың поясын алғым келіп тұр. Райзен. Лиганың Райзен, именно. Қанша жылдың ішінде? Алла жазса, осы 26-27-дің басында алам деп ойладым. Қазір бір жекпе-жек өткізіп, жеңіске жетіп жатсам, мен уже қайта претендент боламын, міндетті түрде. Өйткені мен 4-5 жеңіс подряд келе жатырмын. Просто менде кішкене пауза болып қалғандықтан, кішкене шагназат болып тұрады деп есептеймін. Өзім де қарсы емеспін бір бой өткізіп алуға. Өйткені кішкене апкатқа өтіп алу керек болып тұр. Рингті сезініп, өзімді қайта уверенность алып дегендей. Одан кейін сол бір жекпе-жекке ала жазса ұтып жатсам, маған за пояс деп жатса, мен қарсы емеспін шығуға. Даже жылдың соңына шейін беріп қалса да қарсы емеспін. Иншалла. Бірақ менің қазіргі уақытта осы карьерам біткенше міндетті түрде Аллахтың қалауымен лиганың поясын алғым келеді. Соны қазір мақсат қылып отырмын. Одан кейін көре жатармыз, өмір қалай болады. Солай жұмыс жасаймыз. Және қазіргі уақытта да бір-екі ұсыныстар бар, өзімнің таныс бір ағаларымнан. Спортты қойсам, мынандай жұмыс жасайық деген сияқты. Оларды да қазір на второй план алып отырмын. Өйткені қазір оған қатты кірісетін болсам, спорт бір бөлік болып қалып кетейін деп. Пока жасым бар, пока возможность бар, күшім бар, істеп көрейін деп өзім солай шештім. Потому что ертең 45-ке келген кезімде я бы мог бы стать деген әңгімені айтқым келеді. Мен сияқты жүр. Друзья, құрметті ағайындар, это самая сильная левая казахстанская ММА. Мен сіздерге осы туралы бірнеше рет айттым, так что осы бағдарлама сізге ұнаса, обязательно лайктарыңызды қосыңыз, бір сұрақтар болса, пікірлеріңіз болса, видеоның астына жазыңыз, менің арнама жазылыңыз. Сіздермен бірге болған Сулы және Қаршыға бауырым. Барлықтарыңызға сау саламат, салам алейкум, аривидерчи.